Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Ахмет Алтынай және бұл Алтынаймен бірге сұхбат бағдарламасы. Бүгін біз студенттік өмірдегі шығармашылық ұйымдардың маңызы, музыка және көшбасшылық туралы әңгімелесетін боламыз. Ал бұл тақырыптарды тереңірек ашу үшін оркестр президенті Амангелді Айшамен бірге әңгімелесеміз. Бастамастан бұрын өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз. Бәріне сәлем, менің аты жөнім Амангелді Айша. Мен осы Астана IT университетінің IT 2403 группасында оқимын және айту оркестраның президенті, қобызшысы болып табыламын. Бұл клубта қашаннан бері жүрсіз? Клубта мүше болып жүргеніме 1 жылдан асты. Енді клубтың өзіне тоқталатын болсақ, оркестр клубы туралы мүлдем білмейтін адамға оны қалай сипаттар едіңіз? Оркестр клубы бұл жай ғана клуб емес, бұл өзіндік бір орта. Бұл жерде біз тек қана аспаптармен ойнап концерттерге шықпаймыз, біз бір-бірімізді қолдаймыз, бірге жұмыс жасаймыз, дамимыз. Яғни бұл тек қана музыка емес, ұйымшыл орта десек те болады, иә? Ал президент болу жолыңыз қалай басталды? Жалпы шыны керек, мен оркестрге келгенде президент боламын деп ойлаған жоқпын. Алғашында осы университет таңдар кезде айту оркестраға түсемін деп өзіме клубқа мүше боламын деп мақсат қойдым және сол мақсатыма жеттім. Бірінші курс бойы осы оркестрдің дамуына үлес қосып келдім. Екінші курста вице-президент болып көтерілдім. Оркестрдің ішкі жағдайына кіріп бастадым. Түрлі концерттердің ұйымдасуына қатыса бастадым. Солай менің алдымда болған президенттің жеке мәселелерімен кетуіне байланысты, одан кейінгі президент ретінде өзімді ұсындым және клуб мүшелерінің қолдауының арқасында қазір президент болып отырмын. Және осы уақытта сізге не нәрсе мотивация берді? Мотивация берген ол клуб мүшелері, менің достарым. Мен сол уақытта өзімді ұсынған кезде және вице-президент болып осы жұмысты атқарған кезде жай ғана мүше емес, өзімнің бір осы оркестрде орным бар екенін түсіндім. Басқалардың қолдауын көріп, өзіме сенімділік артты. Енді оркестр клубының басты миссиясы, құндылығы қандай? Басты миссия ол осы қазақтың ұлттық құндылықтарын дәріптеу, ұлттық аспаптарды дәріптеу болып табылады. Ал клуб мүшелері үшін оркестр қандай мүмкіндіктер береді? Біздің клубта мысалы түрлі аспаптарды үйренуге болады. Тек қана домбыра емес, қобыз, пианино ойнауға болады. Өзіміз кейде келіп гитара ойнаймыз. Тек қана ұлттық аспаптарды ғана емес, заманауи шығармаларды да ойнаймыз. Оркестрдің бос уақытында бәріміз жиналып бірге ән айтамыз, уақыт өткіземіз бірге. Сондықтан оркестрде даму жағынан өте көп мүмкіндіктер бар. Яғни аспапта мүлдем ойнау білмейтін адамдарға жаңадан күйлерді үйрену мүмкіндігі бар ма? Иә, әрине, мен өзім басында тек қана қобызды біліп келдім. Одан кейін 1 айдың ішінде қасымдағы достарымның, клуб мүшелерінің арқасында домбырада күйлерді 1 айдың ішінде тез меңгеріп алдым. Сондықтан ештеңке білмесе де, егер талпыныс және өзінің шабыты болса, онда бәрі мүмкін. Рахмет. Енді егер клуб ішінде келіспеушілік немесе мотивацияның төмендеуі болып қалса, сіз президент ретінде қандай шаралар қолданасыз? Ондай жағдайлар жиі болады, әсіресе сабақпен бірге алып жүру қиын болғандықтан көбінің мотивациясы кетеді. Бірақ ондай уақытта біз қыспаламаймыз. Жай ғана мысалы тимбилдингтер жасау арқылы жақындастыруға тырысамыз, түрлі шараларға қатысып, дайындықтар жасап, осы сол өшіп қалған мотивацияны қайта ашуға мүмкіндіктер жасаймыз. Керемет. Президент ретінде сіз үшін ең қиын, бірақ ең пайдалы тәжірибе қандай болды? Ең қиыны ол
барлығының тілін табу. Президент ретінде осы 40 адамның бірге қосылып, бір ұжым болып концерттерге шығуы, бірге дайындалуы ол өте үлкен шаруа. Ол қиын, бірақ та оркестр мүшелерінің қолдауы арқасында, түсіністігі арқасында біз бәріміз бірге бір-бірімізді қолдау арқылы, бір-бірімізге көмектесу арқылы бұл қиындықтардың барлығын жеңіп жүрміз. Және ол бізге болашақта да түрлі жағдайларда ұйымшылдықты, қолдау деген нәрселерді үйретеді. Ал алдағы уақытта оркестр клубын қандай бағытта дамытқымыз келеді? Оркестр клубы ол тек қана ұлттық шығармалар емес, қазіргі заманның талаптарына сай кейде бізден заманауи нәрселерді көп күтеді. Және соларды оркестрдің сол заманауи жағынан да дами алатынын, сол жағынан да өзімізді көрсете алатынымызды көрсеткім келеді. Түрлі шараларға қатысып, тек қана күйлермен шектелмеуге тырысамыз. Айша, жақында өткен есте қаларлық қандай іс-шара өтілді? Бізде жыл сайын IT фестивалі өтіп тұрады, ол Алматы қаласында болады. Және сол фестивальға әр клубтан ең жақсы деген мүшелері таңдалып Алматыға жіберіледі. Және сол фестивальға бізде осы жылы 3 клуб мүшесі барды. Бұл үлкен мүмкіндік болды. Бір жағынан клуб мүшелерімен бірге қыдырып қайтты Алматыда, және жаңа тәжірибе алып, жаңа тәжірибе жинап, үлкен мотивациямен, жаңа тыныспен қайтып келді. Сондықтан осындай мүмкіндіктер бізде көп. Жастар жалыны деген конкурстар болады жыл сайын. Сондай конкурстарда біз өзімізді көрсетуге тырысамыз. Оркестр клубына қосылғысы келетін, бірақ әлі де күмәнданып жүрген студенттерге қандай кеңес бересіз? Оркестр клубы ол өте еркін клуб. Біз ештеңеге жасауға қинамаймыз, ештеңені талап етпейміз. Жай ғана егерде бір жақсы орта тапқыңыз келсе, егерде бір өзіңіздің шабытыңыз, мотивацияңыз болса, біздің клуб мүшелері сіздерді қуана-қуана қарсы алады. Және тіл табу жағынан бізде барлығы мастер, сондықтан ол жағынан уайымдамауға болады деп ойлаймын. Рахмет, Айша, сұхбатқа уақыт бөліп, ойыңызды бөліскеніңіз үшін. Бүгін біз оркестр клубының тек музыкалық ұйым емес, студенттердің біріктіретін, дамытатын орта екенін түсіндік. Назарларыңызға рахмет.